қызғылт түстен жалықтым. Ал мынау былтырғы аяқ киім. Мынау тым арзан көрінеді. Ал мынау сәннен баяғыда шығып қалған. Сонда не кием, а? Мұнда біреу бар ма? Кім бұл? Кетпеңдер, тоқтаңдар. Ойнап айттым, бұл туфли маған ұнайды. Хлояға қара. Ұйықтап қалыпты, я? Құрбысын сағынып жүрген шығар. Сабрина кешеде сабаққа келген жоқ. Хлоя, не болды? Біреу шашымнан тартты. Мен ештеңе істеген жоқпын. Ол емес. Көзге көрінбейтін біреу тартты. Эльф немесе бір мүйізді ат сияқты. Тек мүйізі жоқ. Тыныш қане, тапсырмаларыңды орындаңдар. Міне қайта басталды. Хлоя, тез орныңа отыр. Отыра алмаймын, сөлген бетімнен ұрып жатыр. Хлоя, жүгіргенді доғар. Қанеке орныңа отыр дейм. Сабыр етіңіз, буржуа ханым. Теке, кетуіміз керек. Мұғалім, кешіріңіз, сыртқа шығып келейінші. Рахмет. Я, маған да рұқсат бар. Біреу Хлояға қатты ашулы сияқты. Оған ашулы емес адамды табу қиын шығар. Шынымен түсініксіз жағдай болып жатыр. Қаһарманға айналатын кез келді. Теке, қане! Плак, дайындал! Қызымның беделіне нұқсан келтіру Париж әкімінің беделіне нұқсан келтіргенмен бірде, яғни менің Хлояға шабуылдау Парижге шабуылдау деген сөз. Кінәліні ұстаймыз, буржуа мырза. Сөз береміз. Хлоя, қымбаттым, саған құрметті қонақтар келді. Леди Баг, мені құтқаруға келетініңді білгем. Екеуміз құрбымыз ғой. Атақты дизайнерлерге хабарласуыма тура келді. Кім ойлаған? Қызым қарапайым киім киюге мәжбүр, қорлық деп осын айт. Соңғы кездері ешкіммен ұрыспадың ба? Мен ешқашан ешкіммен ұрыспайым. Өйткені мені бәрі жақсы көреді. Сенімдісің бе? Жан құрбың Сабрина менше. Сабрина ма? Мүмкін емес. Ол мен десе ішкен асын жерге қояды. Қызыңыз үшінен қауіпсіз жер осы. Дұшпан көзге көрінбейтін болғанымен, қабырға арқылы өте алмайтын анық. Я, өмірімді баяғы қалпына келтіре аласың ғой, я бәрі бұрынғыдай болсыншы. Бірдеңе болды ма? Өзіңді бір түрлі... Оның бізден жасырғаны бар. Не айтсаңыз да бәрін құпия сақтап қаламыз. Ханым біреумен жанжалдасып қалды. Хлоя Сабрина құрбысымен Леди Баг және супер мысық болып ойнап жүрген. Ал мен мұртты тыңшының рөлін сомдадым. Мұртты тыңшы? Ханымның ойдан шығарған кейіпкері. Мұртты тыңшы тұрғындардың бәрінде сүйкімсіз мұрт болғанын қалайды. Қызық, ал мысықтардың мұрты бәріне ұнайды. Айта беріңіз.